Қайырлы күн қыздар. Бүгін сіздермен ілмек тоқуды бастаймыз. Яғни ілмек тоқу үшін бізге спица қажет және жіп қажет. Мына жерде менің жібім жіңішке жіп болғандықтан 2 қабаттап алдым. Сіздерде орташа қалыңдықтағы жіп болса 2 қабаттаудың қажеті жоқ. Мына бізде жіптің 2 ұшы бар. Мынау басы және клубоктан шығып жатқан ұшы. Мына басы ұш жағын бас бармағымызға ілеміз, ал мына клубоктан шығып жатқан бөлігін сұқ саусаққа ілеміз. Қалған 3 саусақпен осылай қысып ұстаймыз. Қатты қысып ұстамаңыздар және қатты босатып жібермеңіздер. Себебі қатты босатсаңыздар ілмектеріңіз қисық-қисық әртүрлі болады, ал қатты қысып ұстасаңыздар тартылып, тоқуға өте ыңғайсыз болады. Спицамызды бірінші ілмектелген кезде екеуін бірге ұстаймыз. Міне, сұқ саусақпен бас бармақтың ортасындағы жіпті ішке қарай тартамыз. Мына бас бармақтағы жіптің астымен кіргізіп, сұқ саусақтағы жіпті іліп аламыз. Сөйтіп қайтадан бас бармақтың астымен шығарамыз. Мына бас бармақтағы жіпті жібереміз және мына астынан тартамыз. Міне, бірінші алған кезде бізде осындай 2 ілмек алынады. Келесі ілмектерде біртіндеп алынады. Бас бармақтың астынан жіптің астынан кіргізіп, сұқ саусақтағы жіпті іліп аламыз да, қайтадан сол жолмен шығарамыз. Бас бармақтағы жіпті босатып, астынан тартамыз. Міне 3 ілмек болды. Осылай, міне. Сіздерге түсінікті болды ма? Осылай ілмектерді ала береміз. Біз қазір 15 ілмек аламыз. Міне қараңыздар, тартқан кезде қатты тарта беріңіздер, себебі бізде бір спицаны алған кезде тоқуға ыңғайлы болады. Қатты тартқан кезде жиектері тегіс шығады. Бірдей тартыңыздар да, біреуін бос, біреуін қатты тартып қоймаңыздар. Осылай 15 ілмек алыңыздар. Егер шатасып жатсаңыздар, қайта-қайта қолдарыңызды шынықтыра беріңіздер. Ол бірден кейбіреуде бірден болады, енді кейбіреуінде бірден болмайды. Сол себепті тастап қоймаңыздар. Жасай берсеңіздер, қолдарыңыз үйреніп икемге келеді.